Барлықтарына салам достар, сендермен мен Духа. Достар, тақырыптан көріп тұрғандарындай бүгінгі видеода бізде миллиардқа жолдың алғашқы сериясы, яғни Ульянов серверіне қайтадан көшіп келдім. Достар, видео көп шықпай кетті, енді біз қайтадан ютубты бастадық. Достар, бізде бұл сериалда, яғни миллиардқа жол сериалында осы Ульянов серверінде жүргізетін боламыз. Яғни Blue Dela сияқты, в общем, нормально қып дамып алып, потом семьяны потом барып ашу керек болып тұрға. Бізде осында миллиардқа жол болады. Енді бір осы аптада бір 20 или 21 миллион қойып тастайтын боламыз. И соның арқасында бізде фаманы қайтадан ашуымыз әбден мүмкін. Так что достар, если ақшалай көмек беретіндер болса, көмектесіп жіберіңдер өздерін. Енді менде бір жағынан вадалар жұмысын жасап, қайта жасап, 24 сағат жасайын деп тұрмау бұл вадалазды. Енді достар, бүгінгі видеода бізде 24 сағат осылай вадалар жұмысын жасаймыз. Енді барлық видеода, барлық кадрларда вадалар жасаған кезіміз, и біз өзіміз әңгімемізді айтып отырамыз. И осылай, осы обновление шыққан болатын, яғни глобальный обновление шықты. Енді сол глобальный обновление ішіне бізде осы скоро келесі видеода сол глобальный обновлениеге, яғни керемет обновлениеге бізде обзорда жасайтын боламыз. Яғни школьники істейма бір нәрсе ашады дейді, ашылады дейма бір нәрсе дейді. Енді айта кетейін, енді бұйырса осы Благраша проектінде кереметтей миллиардқа жол проекті, яғни сериалы дамиды. Яғни осы ютуберге жол сияқты болып дамитын болады. Сондықтан осы видеоға лайк және де комментарияны көбейтіп жіберіңдер. Сосын бізде уже вы собрали все предметы с дна, отправляйтесь к капитану причала деп тұр. Бізде қазір причалға баратын боламыз, яғни барыға причал ма, сондай, в общем, соған қазір баратын боламыз. Сосын осы астында жасаған барлық заттарымызды аламыз да, сол жаққа барып сатып жіберетін боламыз. Ал бізде уже екінші ходканы бастап кеттік. Осында келдік, енді қазір астаға түсеміз де барлық предметтерді алып шығатын боламыз. Яғни бұл жақта да корабль. Енді корабль сәл-пәл қиындау. Неге десеңдер, неге корабль түсті десеңдер, менде спиди яқты жоқ. И барлық спиди яқты, барлығы қайда кетіп қалған білмеймін. Менің аккаунтымда, осы жақтағы аккаунтымды біреу ұрлап кеткен болатын. Бірақ мен өз басым енді бұл аккаунтты ешкім ұрламайды деп ойлаймын. Себебін айтқанда, менде барлық нәрсе безопасностьта тұр. Енді кім ұрлады, и сразу, бүкіл IP адресін бәрін біліп алатындай қылып алдым. Енді бір Black специалисттарына да от души. Енді қазір осы жаққа кіріп заттарымызды алып алатын боламыз. Осы міне қандай құмыра, какой-то ваза, яғни ваза, құмыра. Енді осындай құмыра, сондай заттардың барлығын қазір алып, соны жаңағыдей капитанға сатып жіберетін боламыз. Бізде жаңа бірінші ходкадан уже 100 плюсқа кірдік. Енді екінші ходкадан да осылай 100 плюсқа кіреміз деген ойдамын. И болмаса 120 мың плюсқа кіреміз. Себебін айтқанда, бұнда енді после бұрынғы обновлениеден кейін барлық, яғни предметтерді ала алмаймыз. Негізі 7 предметті болу керек. Біз соның только 6-ын максимально аламыз. И не болмаса только 5-ін аламыз. Солай Благрашаның обновлениесінен кейін солай болды. Келесі видеода не істейік, перекуп жасайын ба, тағы да не істейін. Видео шықпай кетті, так что ренжімейсіздер деген ойдамын. Комментарияға жазып кетіңіздер өз ойларыңызды. Ал осылай до конца апара берейік. И мне қазір мұны тоже бір ваза ма, бір нәрсе алып. Так, ваза тоже все алдық, достар. Ал все, бізде уже келесі ходкаға бізде кететін боламыз. Ал достар, сіздер лайк басып отырыңыздар, құр отырмай. Ал бізде келесі ходкаға кеттік. Капитан Пирса, яғни осында тұрған сататын заттарды, яғни осы заттарды сатып жіберетін боламыз. Сіздердің көздерінше сатып жіберейік. Мында 6 предмет алыппын мен. Қазір да деп бәрін басамыз да. Последний предметті сатамыз. И біздің қалтамызда 330 мың рубль бар. Енді достар, бүгінгі видео өз мәресіне де келіп жетті. Бүгінгі видеоның соңына дейін қарағандарына көп рахмет. Ал ендеше, давайте келесі видеода кездескенше. Пока-пока, чау.